Москвада Украина әдебияты китапханасының сабық мудиріне Москва махкемесі 4 елік шартлы апиш жазасыны берді. Наталья Шаринаны экстремизмве пара исрафында қабатлы оларақ таныдылар. Білдірілгені кебі зарар көрген тарафның давасы біраздан бақылажақ. Хатырлатам, 2015 сенесі октябрінің 28-інде Русия пайтақтында ерлешкен Украин әдебияты китапханасында түнтувлер кечірілді. Нәтижеде мудерні тұтып алған еділер. Шаринаға қаршы мили нефрет ве душманлықның мейданға кетірілмесі маддесі бойынша иш açılды. Бұна себеп китапхане зеретчілері арасында Дмитрий Карчинский нешірінің тартығытылмасы Русияда китап экстремистик сайлы ве ясақ етілген еді. 2016 сенесі апрель 5-інде Шаринаға исраф қабаты білдірілі. Дегені кейбі китапханеде тапылған малюмат бір кемсенің тарафындан аселет кетірілген еді. Приговор вообще не соответствует действительности. Үкім ақиқатқа уймай. Тесув кемінде сонки 7 ай давамында олғаны, яғни ешбір дәлеліміз назарға алынмады. Бұл біріншісі, айны вақытта махкемет ақиқатында ешбір мадде бойынша ешбір шартлық бақылмады. Дава вақытында әрші аңлашылды. Яғни девлет қабатлайжысы, өз шығышында бұл ішінің сияси кетішат олғаны қайдеткен еді.